Сәлеметсіздер, құрметті тыңдармандар. Бүгін келесі 6-шы лекциямызды бастаймыз. Пәннің атауы электр тізбектерінің теориясы. Енді жалпы осы пән бакалавр, магистратура және докторантура бағдарламаларында бар. Сондықтан осы сол үш оқыту бағдарламасына да осы пән кіреді. Өйткені электр тізбектерінің теориясы енді мынау инженерлік бағытта өте маңызды пән болып табылады. Қазір енді мен демонстрация экраны жасаймын. Міне демонстрация экраны ашылды. Міне лекция 6. Тақырыбы сіздерге көрініп тұр. Пәнде көрініп тұр. Міне экранда көрініп тұр бәрде. Мамандықтар, қай мамандықтарға арналады? Ол да міне экранда сіздерге көрініп тұр. Мынау мінекей әдебиетті мен әрбір лекцияда көрсетемін. Бірақ бүгін Смирновты біріншіге шығарып қойдым. Өйткені Смирновты мен осының алдында мынау айтып отырмын ғой, бүгін 6-шы лекция болса, алдында 5 лекция оқылды. Сонда ойладым енді негізі Смирновтың бірінші тұрғаны жөн екен. Алдындағы лекцияда Смирнов екінші болып тұрған еді. Бірақ осы 5-6 лекция бойы оқылып келе жатқан материалда Смирнов бірінші болып тұру керек. Сондықтан мінекей бүгін бұл кітапты бірінші болып көрсетіп жатырмын. Бұл енді осы арнайы теория тереңдетіліп, оның ішінде мынау электр тізбектерінің теориясы, қысқаша айтқанда ЭТТ, электр тізбектерінің теориясы. Осында жаңағы дифференциалдық теңдеулердің теориялары қатты қолданады. Дифференциалдық және интегралдық теориялары. Сондықтан Смирнов бірінші орында тұру керек. Сондықтан енді әдебиеттерді, негізгі әдебиетті мен сіздерге бұрында талай көрсетіп жатқам. Ол енді сол негізгі әдебиетті алдағы лекцияларда көрсеткем. Ол мынаны айтқам, мынау кітапхана, электронды кітаптарды алатын кітапхана. Мынау менің өзімнің аты жөнім, ғылыми атағым, аты жөнім, электронды адрес, WhatsApp. Бұл енді кері байланыс жүйесіне керек. Бірінші жағдай қарастырып жатқанымыз мынау тізбек, контурлы тізбек осы мынау L индуктивті, E жай кедергі, C сыйымдылық, мынау E сыртқы EDS, ол өзгермелі функция болады. Көп жағдайда гармоникалық функция болады. Не синус, не косинус. Енді қарастыратын жалпы теңдеуіміз мынау А. Көріп тұрсыздар, бұл екінші ретті кәдімгі дифференциалдық теңдеу. Мынау H әлгі кедергі дейміз, кедергіге байланысты. Мынау К мынау тербеліске байланысты. Свободные колебания, еркін тербелістер дейді. Сонда мынау бүгінгі немізде, бүгінгі лекциямызда сыртқы ток көзі гармоникалық дедік қой, гармоникалық функция. Сонда сыртқы ток көзі, мынау H0 синус омега Т плюс фи гармоникалық функциямен келтірілген. Енді мынау X кейде И болады, кейде U болады. Иіміз ток, Уымыз кернеу. Мынау сол А ток ретінде жазылғандағы
б соның несі. Енді осы дифференциалдық теңдеулердің теориясы бойынша мынау жаңағы А теңдеудің шешімін мына С күйінде іздейміз. С күйінде іздейміз. Мінекей. Бұл жерде сонда белгісіз мынау n амплитуда және белгісіз дельта. Шешім мінекей бір текті емес, оң жағы бар толық теңдеудің дербес частный решениясы осы С күйінде ізделінеді. Сонда n мен дельтаны табу мақсат. X' жаңағы С-ның туындысы, X мынау E деген теңдеу, ол мына С-ның екінші реттегі туындысын алғанда. Айттық қой мінекей жаңа n және дельта осы екеуін тапсақ, мына С деген формула шешім табылды деп есептелінеді. Енді мынау D мен E-ні аға қойғанда, мінекей мынау F деген теңдеу шығады. Мінекей мынау D, E, міне D-ні көріп тұрсыз, E-ні көріп тұрсыздар, оны мынау аға қойдық, сонда мінекей мынау F деген теңдеу шығады. Енді осы F деген теңдеуді енді былай, мынау электронды жазылған видео лекцияның бір жақсы жері, сіздер анау лектор бір нәрсені тез айтты деп ренжімейсіздер. Өйткені бір жерде сіздердің ойларыңызша мынау материал тез айтылып кетсе, сол кезде сіз анау видео лекцияны паузаға қойып, тоқтатып қойып, кері қайтып келіп, обратно дейді ғой, анау дорожка бойынша кері қайтып келіп, паузаға қойып, тоқтатып, қайта тыңдауларыңызға болады. Сондықтан әлгі кейбір жерде мына лекцияның темпі жылдам болып кетті деп, ондай сіздерде реніш болмау керек. Жаңа айттым ғой, әлгі кез келген жерді тоқтатып қойып, қайтадан тыңдауға болады. Мінекей сонымен осы видео лекциялары жақсы тамаша болып есептелінеді. Мінекей F жаңағы осы теңдеу шықты. Енді бұл жерде мынау омега Т плюс фи нулевойды бір аргумент деп алып, мына дельтаны екінші аргумент деп алсақ, мінекей ол мына жерде көрсетілген, мінекей. Мынаны альфа деп, мынаны бетта деп алсақ, сосын мынау Ж тригонометриялық формулалар ғой, мінекей. Бұны сіздер анау мектеп көлемінде де оқығансыздар, және мынау бірінші, екінші курстарда, жоғарғы математика курстарында да осы формуланы оқығансыздар. Осы тригонометриялық формуламенен мынаны альфа деп, мынаны бетта деп алып, мына F деген теңдеуді түрлендіреміз. F деген мына синус альфа плюс бетта, косинус альфа плюс бетта деп ашамыз, қысқасын айтқанда, түрлендіргенде. Сонда осы Ж теңдеу, мынау H деген теңдеуге айналады. Енді мынау H деген теңдеуді, бұл мінекей көріп тұрсыздар ғой, бұл екі теңдеудің системасы, екі теңдеудің жүйесі. Сонда енді көріп тұрсыздар, мынау H-тың бір ерекшелігі, мынау косинус дельтаға байланысты, сонан кейін неменеге байланысты, мына синус дельтаға байланысты екі белгісі бар, екі теңдеу жүйесі болып шықты. Мінекей. Осы аштан қысқартқан кезде мынау И деген теңдеу шығады. Теңдеулер жүйесі шығады. И деген. Тағы да айтып отырмыз, мінекей косинус дельта, синус дельта, екі белгісі бар, екі теңдеу. Енді өздеріңіз білесіздер, анау теңдеулердің теориясы бойынша, сызықты алгебралық теңдеулердің теориясы бойынша, екі белгісі бар, екі теңдеу, ол әрдайым шешіледі. Сондықтан осыны шешу үшін мынау дельта маңызды анықтауышты құрастырамыз. Мынау Ж, дельта маңызды анықтауышты құрастырамыз. Дельта бірінші қосымша анықтауыш, міне, ол К. Мынау дельта 2 екінші қосымша анықтауыш, Л. Сондықтан осыдан мінекей косинус дельта, синус дельта табылады. Міне,
мынау м косинус дельта синус дельта осы анықтауыштар арқылы осылай табылады. Енді сонда осы анықтауыштар арқылы косинус дельта синус дельтаны тапқанда мынау n және міне q деген n q деген екі формула шығып тұр. Енді осы n мен q-ді одан әрі қарай қарапайымдатуға болады. Ол қалай қарапайымдатамыз? Ол үшін мінекей мынау синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тригонометриялық о деген формуланы қолданамыз. Сол кезде мынау n мен q-дан мынау p деген теңдеу шығады. P деген теңдеу шығады. Міне. Енді осы p теңдеу ол жақсы теңдеу. Себебі осыдан мынау n табылады. Мінекей n. Мынау r деген теңдеу осы n табылды. Яғни біз бүгін осы лекцияны бастағанда жаңағы мақсат ретінде қойған, мынау айттық қой мақсат n деген белгісіз біреуді табу, сосын дельтаны табу. Мінекей сол n-іміз уже табылып тұр. n табылып тұр. Осы ер бір жағынан бұл жаңағы біз қойған есептің жауабы болса, бір жағынан, екінші жағынан осы ер оның арнайы атауы бар. Бұны амплитудно-частотная характеристика дейді. Амплитудалық жиіліктік характеристика. Амплитудалық жиіліктік характеристика. Мінекей. Мынау амплитудно-частотный характеристика енді орысша атауы ғой, қазақшасында жаза салайын менен. Қазір. Амплитудалықтық жиіліктілік характеристиканы сипаттама дейміз, міне амплитудалық сосын жиіліктік сипаттама. Бұл өте маңызды шама, өйткені бұл мына n амплитуданың мынау омега менен k екі жиілікке байланысты тәуелділігін көрсетеді. Амплитудалық жиіліктік сипаттама ол мынау радиотехника, электроника, цифрлық техника, аналогтық техника, электросвязь дейді, приборостроение дейді, приборлар жасау, цифровой прибор, аналогтық прибор, микро, макро дейміз, электроника, соның бәрінде осы AGS, амплитудалық жиіліктік сипаттама өте қатты қолданады. Сондықтан осы ер формула өте маңызды болып табылады. Енді осы n мен қоса жаңағы енді келесі мәселе жаңағы дельтаны табу. Мінекей дельтаны табу үшін екі формула тұр. Мінекей косинус дельта, синус дельта. Осы енді өздеріңіз білесіздер, мынау синус дельтаны косинус дельтаға бөлсе тангенс дельта шыға келеді. Сондықтан осы S пен T формуласы осы фазочастотная характеристика деп аталады. Фазочастотная характеристика. Бұл да жаңағы АЧХ сиқатты, бұл да өте маңызды. Міне, фазалы жиіліктік сипаттама. Фазалы жиіліктік сипаттама. Жаңа мынау AGS пенен осы FGS екеуі өте маңызды. Бүкіл приборостроениеда бұлар өте бүкіл приборостроениеда, бүкіл осы электрондық техникада осы AGS пенен FGS өте маңызды шамалар болып табылады. Енді соныменен осы тапқан нәтижелеріміздің бәрін біріктіргенде мынау шешім мынау U деген формула бойынша шығады. Шешім U деген формула. Мынау бүгінгі осы сабақты бастағанда есептің қойылымы дейміз ғой. Осы есептің қойылымында осы жауап мінекей. Толық жауап шықты мінекей. Мынау есептің шешімі осы U деген формуламенен толық шешіледі. Жауап осы формулада X-ті толығымен тауып береді. Мына жерде мына бірінші жағы, бірінші жағы ол алдында біз 5-ші, 4-ші, 3-ші лекцияларда қарастырдық. Ол мына бірінші бөлігі однородный теңдеудікі, бір текті теңдеудікі, оң жағы 0 болғанда. Ал мынау
екінші мүше мынау n-ге байланысты. Ол анау бір текті емес. Яғни оң жағы бар, оң жағында функция, ол функцияны силовая функция, күштік функция дейді. Сол арқылы соны көрсететін шешім. Яғни осы теңдеу бір текті емес, оң жағы бар, силовой функциясы бар болған кезде, оның шешімі екі бөліктен тұрады. Біреуі мынау свободный колебание деп аталады, а мынау свободный колебание, еркін тербелістер, а мынау оң жағы вынужденные колебания, бұлар әлгі тәуелді тербелістер деп аталады. Ендігі келесі мақсат, анау алдындағы 5-ші, 4-ші, 3-ші лекцияларда сіздер білесіздер, мынау h квадрат пен минус k квадрат, солар үш жағдайға кетеді. Минус p квадрат теріс сан болады, плюс q квадрат оң сан болады, және екеуі нөлге тең болады. Сол үш жағдайды қарастырғанбыз, анау 5-ші, 4-ші, 3-ші лекцияларда. Енді бұл жолда да солай үш жағдайға кетеміз. Мінекей әуелі мінекей мынау минус p квадрат. Осы жағдайды аламыз. Енді мынау біздің негізгі теңдеуді аздап қарапайымдату керек. Қарапайымдатқанда мынау оң жағын h0 деп аламыз. Анау алдында бүгін осы сабақты бастағанда мынау h0 синус омега т деп тұрды ғой қасында. Оны алып тастаймыз, h0 тұрақты едес деп қарапайым жағдайды аламыз. Сол кезде мынау y деген функция, осы x деген теңдеуге дәл келеді. Яғни соның шешімі болып шығады. Y. Енді мынандай шаманы қарастыруға болады. Лямда. Енді мына кси нөлге бөлуге болады. Сонда ол бөлгенде мынау жай ғана бір затты бір затқа бөле салу, ол енді бір затты бір затқа жай бөле салу мақсат емес қой. Осы лямданың өзінің бір несі бар, мағынасы бар, смысл дейді. Смысл, мағына. Мынау n. Жаңағы біздің тауып атқан шешімнің амплитудасы. N. Жоқ, n татымыз. Дұрыс, солай. Шешімнің амплитудасы. Ал кси 0, мынау көріп тұрсыздар, мынау не арқылы келінеді? Мынау h0, ол анау оң жақтағы күштің амплитудасы. Мынау шешімнің амплитудасы n, а мынау күштің амплитудасы. Сонда шешімнің амплитудасын күштің амплитудасына бөлгенде, оның өзінің бір мағынасы болады. Мінекей, мына жерде жазылған динамическая восприимчивость дейді. Динамикалық сезімталдық. Қазақша айтқанда ол динамикалық сезімталдылықты көрсетеді. Мынау Z. Жаңа айттым ғой, динамикалық сезімталдылық. Мінекей, динамическая восприимчивость. Яғни бұл мынау лямда формуланың өзіндік бір физикалық өзіндік бір жақсы күшті мағынасы бар. Динамическая восприимчивость. Ол анау жаңа айттық қой, әлгі шешімнің амплитудасы оң жақтағы күштің амплитудасына қатынасы. Бұны енді мынау АЧХ амплитудно-часовой характеристиканың екінші бір көрінісі деп айтуға болады. Мынау мінекей жаңа айттық қой, мына жерде мінекей мынау амплитудно-частотный характеристиканың мынау бірінші көрінісі болса, мына формула R. Мынау сол амплитудно-частотный характеристиканың мынау міне екінші көрінісі. Енді сонда мына лямда мына түрде жазылады. Мына түрде жазылады. АЧХ 2 дедік жаңағы. Оның жалғасы мінекей мына формула, А формула, оның жалғасы. Яғни мына А формула несімен қызықты дейсіздер ғой. Бұл А формула, мына жерде мінекей омега менен К. Омега К, H тұр. Омега бар, К бар, H бар.
Сонда бұл формуланың қызықтығы мынау омега дегеніміз мынау оң жақтағы әлгі әсерлеуші күштің жиілігі мынау К. Мына сол жақта тұрған частота собственных колебаний деп атайды. Өзінің дербес тербелігінің жиілігі К. Анау системаның өзінің дербес тербелісінің жиілігі К. Омега сыртқы вынуждающий әсерлеуші күштің жиілігі. Ал H анау кедергі. Сонда осы лямда мынау А формула. Ана өзі мен енді тізбектелген RLC ол тізбек қой, замкнутый система, я? А еще оң жағында әсерлеуші күш бар. Сонда осы мына А формула соның маңызды параметрларының барлығын бірмен бірін байланыстырып тұр. Тағы да қайталап айтам, А формуланың физикалық күштілігі, физикалық тұрғыдан күштілігі, жақсылығы, ол анау осы мынау замкнутый система ғой. Тұйықталған тізбек, тұйықталған жүйе. Сол тұйықталған тізбек, тұйықталған жүйенің маңызды параметрларын бірмен бірін өте сондай жақсы тамаша түрде байланыстырып тұр. Енді мінекей мынау лямда, ол енді жаңа алдында айттық, мына жерде лямданы айттық, ол мынау АЧХ-ның екінші түрі лямда. Q мінекей омега бөлінген К. Омега жаңа айттық, ол анау сыртқы күштің жиілігі, К анау системаның өзінің дербестерінің жиілігі. Мынау гамма анау H-тың К-ға қатынасы. Яғни кедергінің анау неге? Кедергінің анау индуктивті элементтегі коэффициентіне қатынасты. Мынау кедергілік не? Коэффициент, анау индуктивтілік қасиет. Сонда қарап отырсаңыздар, мынау Q менен гамма, ол жай жазыла саған коэффициент емес, Q мен гамма жайдан жай жазыла саған коэффициент емес, ол өзінің бір белгілі физикалық сондай мазмұны бар, физикалық мағынасы бар, сондай шама, мынау Q менен гамма. Сондықтан мынау мінекей мына жерде мынау еркін тербеліс дейміз ғой, свободный колебания, анау кедергі болмаған кезде мынау x тең а синус k-ты мына жерде k болып шығады. Өзінің дербес системаның өзінің дербес түрде тербелетін жиілігін сипаттайтын k. Міне. Сонда егерде мынау кедергі мүлде болмаса, сонда мынау бесконечный шексіз тербелістер шыға келеді, мынау С формула бойынша. Енді мынау С1 мен С2 осы жаңағы біз айтқан физикалық жағдайды ашып беретін нелер ғой. Мынау тау дегенің мынау еркін тербеліс К сор арқылы келетін период, еркін тербелістің периоды, мынау тау. Мынау үлкен Т, ол анау оң жақтағы вынуждающий күштің, анау оң жақтағы вынуждающий күштің несі жиілігі, мынау Q жаңа айттық, анау Q міне екі жиіліктің қатынасы, омега бөлінген К екі жиіліктің қатынасы. Немесе оны мынау период арқылы жазуға болады. Тау бөлінген Т-ға. С1 мінекей С1 мен С2 осы физикалық маңызды өсіру шамаларды ашып түсіндіріп беретін формулалар. Жарайды, енді әрі қарай жүрейік. Әрі қарай жүргенде мінекей жаңағы мына формула, мынау А деген формула, мынау А деген формула, мынау Д деген формула арқылы жазылады. Д деген формула. Сонда мынау АЧХ дейміз, амплитудно-частотный характеристика, немесе амплитудалық АЖС, жиілікті сипаттама, амплитудалық жиілікті сипаттама. Ол мінекей мына Д түрінде жазылды. Әрі қарай біз осыны Д түрінде зерттейміз. Енді гамманың кішкентай шамасын алады.
гамманың кішкентай, енді гамма, мінекей гамма дегеніміз немене, қазір қарайық. Гамма қайда кетіп қалды? Міне гамма. Гамма кішкентай деген сөз қалай? Гамма кішкентай деген сөз мынау аш кішкентай. Аш қашан кішкентай болады? Егер де кедергі аз болса. Ондай жағдай болады ма? Болады. Анау кедергі сопротивлениені азғылбасақ, сонда мынау гамма кішкентай болғанда, мынау q былай болады, лямда мына формуламен кетіп қалады. Лямда мына формулаға кетіп қалады. Сонда анау алдындағы косинус дельта мен синус дельта екеуі былай анықталынып кетеді. Бұл тағы да қайталайын, бұл ерекше жағдай. Мынау гамма кішкентай болғанда және q мына бірден кіші болғанда, мынау косинус дельта, синус дельта, мына f деген мына жерде мінекей f мынау f деген формуламенен сипатталынып кетеді. Енді ары қарай жүрейік. Енді қысқасын айтқанда, мына лямданың андай-мұндай дейміз ғой енді. Бір шама өсіп атқанда, немесе кішірейіп атқанда, осы лямданың сол ерекше жағдайларын зерттеп білу. Алдағы мақсат сол. Енді осы лямданың максимумын табу керек. Максимумын табу керек деген сөз, ол қай кезде ең анау үлкен жоғарғы мәнге кетеді. Соны зерттеу керек. Ал енді егер де лямда максимумға кетсе, онда мынау бір бөлінген лямда квадрат минимумға кету керек. Енді солай ғой, мысалға бір шама максимум болса, оны бір бөлінген соған бөлсең, онда ол минимумға кетеді. Сонда бір бөлінген лямда квадрат минимумға зерттеу керек. Егер де осы біз мынау ж-ның, мына ж формуланың минимум кезін тапсақ, сонда мына лямданың максимум кезін тапқан болып шығады. Енді соны істейміз. Мынау ж-ның жаңағы минимум кезін табамыз. Ол минимум болады екен, мінекей мынау ашта болады екен. Q квадрат 1 минус гамма квадрат. Осыны қалай таптық енді, мінекей. Осыған енді жауап іздеу керек. Мінекей ашты таптық, бірақ сол ашты қалай таптық, соны жауап іздеу керек. Ол үшін өздеріңіз білесіздер, қайтадан мынау өзі былай, физиканың несінде математикалық әдістер қатты қолданады. Бір мынандай сөз естігем, математика это глаза и уши физики дейді. Физиканың анау жаңағы құлағы да, еститін құлағы да, көретін көзі де, жасайтын қолы да, күрегі де, барлық сайманы математика сонда. Мінекей сол бойынша мінекей мына туынды аламыз, туынды нөлге теңестіреміз. Неге дейсіздер ғой? Өйткені қай жерде туынды нөлге тең, сол жерде функция не минимумға жетеді, не максимумға жетеді. Мінекей туындыны алдық, нөлге теңестірдік, осыдан мінекей q минимум квадрат шыға келді. Мінекей ж формуласы q минимум квадрат. Енді осыны мына бір бөлінген лямда минимумға қоямыз. Сол кезде мінекей мына формула шығады. Мінекей мынаны алып, q минимумды алып, мынаған қойғанда, сонда мына формула шықты мінекей. Сондықтан мінекей мынау k деген формула өстіп оңай түрде дәлелденеді. Яғни лямданың максимумы мынау q мынандай болғанда болады. Лямданың максимумы q мынандай болғанда болады. Яғни гамма арқылы жазсақ, мінекей лямда максимум. Міне балалар, тыңдармандар, міне сіздерге мен қазір бір қызық момент айта кетейін. Мынау L деген формула, мен мына көріп тұрсыздар ғой, мына жерде қолмен терген емес. Мына кітаптан көшірген формула. Енді былай ғой, ол мына білесіздер ғой, мынау опечатка деген сөз болады. Опечатка, анау әлгі станок басқанда, анау әріптерді, цифрларды кейде сол станок опечатка жасап жібереді. Сондықтан осы формуланы мен
айтады ғой әлгі бір көңіліме бір секем алып дейді ғой, көңіліме бір секем алып, әй осы кітаптағы формуланы мен өзім әлгі қолыма қағаз алып, қарындаш алып, қағазбен қарындаш алып, қолыма қайтадан қорытып шықсам, мына жерде мінекей гамма 4-ші дәреже опечатка кетіп қапты. Енді бұл жерде ол әлгі кітапты жазатын авторларда ешқандай кінә жоқ. Кітапты жазатын авторларда кінә жоқ. Бұл енді опечатка деген бола береді. Сондықтан мен өзім қолыма қағаз алып, қалам алып, қайтадан қорытып шыққанда, мына жерде мінекей мына гамманың дәрежесі 4 емес, гамманың дәрежесі 2 екен. Мінекей көріп тұрсыздар ғой. Гамманың дәрежесі 2 екенін өзім дәлелдеп шықтым. Сондықтан мінекей мен мынау L деген формула опечатка кеткен кітаптағы формуланы да көрсетіп тұрмын. Сонымен қоса мінекей өзім дұрыс дәлелдеп шыққан M деген формула, оны да көрсетіп тұрмын сіздерге. Мынау мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, мінекей мынау қолмен Wordта қолмен терілген формула. Мінекей дұрыс варианты осы M. Жарайды, енді мінекей лямбда максимумды таптық. Барлығы теория бойынша математикалық тұрғыдан жақсы болып шықты. Енді мінекей осы лямбданың графигі мынау міне. Мына жерде лямбда, мінекей көріп тұрсыздар, мына жерде лямбда, мына жерде мінекей Q. Q жаңа айттық, омега бөлінген К. Мына жерде мінекей гамманың әртүрлі мәндері. Гамма 0,20, мына жерде гамма 0,30, мына жерде гамма 0,40, мына жерде гамма 0,50, солай ғой, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50. Яғни мынау гамма былай төменге қарай өсе береді. Мінекей көріп отырсыздар, мынау лямбда Q-ға байланысты мынандай бір Q-дің мынандай бір деген мәнінде мынандай максимумға кетеді. Пик дейді. Пик енді қазақша шың дейміз ғой, иә? Пик шыңға кетеді. Мына Q-дің өзінің бір белгілі мәнінде шыңға кетеді. Осы тіп мына шыңға кеткен жерді, максимумға кеткен жерді біз резонанс деп атаймыз. Мінекей, бұл өзі мынау бүкіл техникада, бүкіл жаңағы мынау физика, математика дейміз, электроника дейміз, радиотехника дейміз, приборостроение, радиотехника, электроника, цифровая, аналоговая дейміз, микросхема техника дейміз, мынау компьютерді жасау, IT құралдарын жасау, соның бәрінде осы резонанс қатты қолданады. Өте қызықты құбылыс. Мінекей сол резонансты, қызықты құбылысты біз осы лямбда менен Q арқылы толық теориясын оқып біліп, және мінекей суретіне дейін сіздерге көрсетіп тұрмын. Осы мына лямбданың Q-ға байланысты графигі мінекей осындай. Және мына резонанстық құбылыс мына жерде көрініп тұр. Өте тамаша құбылыс. Бұның техникада қолдану өте кең. Мысалға радиопередача дейміз. Передача сигналов, анау настройка приборов дейміз. Енді кете береді енді. Шексіз сондай ұзақ тізімменен кете береді. Бұл резонанс құбылысының қолдануы сондай өте кең, өте ауқымды. Өте бір қызықты. Мына физика мен техника ғылымда өте бір қызықты құбылыс. Міне резонанс дегеніміз осы. Енді ары қарай жарайды. Әртүрлі жағдайды қарастыра береміз. Мінекей, мынау гамма эпсилон 0-ге ұмтылғанда лямбда шексіздікке кетеді екен. Егер де біз гамманы 0-ге ұмтылсақ, лямбда шексіздікке кетуі мүмкін. Ол кезде бірақ Q 1 болып тұру керек. Және H 0 болу керек ол кезде, және омега К болу керек. Так, енді мынау не? Мынау осы жағдайда айтпақшы, осы жағдайда мына Q деген теңдеу. Егер де мынау H 0 болып кетсе, кедергі жоқ деген сөз ғой. Анау біз бүгінгі лекциямызда анау A деген теңдеуді алдық қой. A деген теңдеуді қарасаңдар, сонда H екінші мүше жоқ болғанда, сонда мына теңдеу мына түрге айналып кетеді. Сол кезде шешімді мына түрде іздеуге болмайды екен. Біз ана A теңдеуде біз шешімді мына түрде іздедік қой. Енді ол болмайды.
шешім мына түрде болады екен. Мінекей мынау ер деген формула жаздық, осы түрде болады. Және осы кезде мына бұл қай кез сонда? Бұл мына H0 деген сөзіңіз анау ер деген кедергіні алып тастадық. Сол кезде мінекей шешім мына түрде болады. Лямбда мінекей мына түрде, ал косинус дельта, синус дельта мына түрде. Және осы кезде мына дельта, анау сдвиг фаз дейміз ғой, сдвиг фаз дельта, осы ең үлкен шама минус пи пополамға кетеді. Ең үлкен шама минус пи пополамға кетеді. Енді келесі бір қызықты жағдайды қарастырамыз. Мынау у теңдеуі. Келесі қызықты жағдай мынау у теңдеуі. Бұл теңдеу несімен қызық? Бұл теңдеу, қараңыздар, біз мына теңдеудің сол жағында толық үш мүшені алдық. Яғни кедергі бар, анау L мен С колебательный контур бар, толық теңдеуді алдық. Ал мынау оң жағында, мынаны қараңыздар. Оң жағында мынау күштер HI синус омега иті сумма тұр I бірден Мға дейін. Яғни оң жағында әсер етуші күш, анау 2Q электр қозғалыс күші, суретте көрсеттік қой, электр қозғалыс күші бірнешеу. Мысалға біреу, екеу, бесеу, 10, мынау идан бір Мға дейін болуы мүмкін. Осы сыртқы анау внешний ЕДС дейді. Сыртқы ЕДС электр қозғалыс күші бірнеше болғанда, ондай жағдай болуы мүмкін. Мысалға тоқ көзі біреу емес, бірнеше болуы ол әбден болады. Мынау электроникада ол жиі кездесетін жағдай. Сол кезде мына шешімді біз мына В түрінде іздейміз. В түрінде. То есть әрбір мынау ашиға, соған сәйкес XI шешімді, мынау В деген түрде іздейміз. А мынау I Мға дейін сол несі жаңағы. Қаншама тоқ көзі бар, соның саны. Сол кезде мынау шешім, жалпы мынау көріп тұрсыздар ғой, мынау W деген мына сумма ретінде, шешім осы түрде ізделінеді. Сонда қараңыздар, сонда мынау NI амплитудалық мәндер, оларда М мән болып шығады, М мән. Сосын мына дельта I, оларда М мән болып шығады. Сонда NI-дің М мәнін тапсақ, дельта I-дің М мәнін тапсақ, сол кезде мына шешімді толық шештік дейміз. Енді осы мынау оң жақтағы мүше, мынандай қосынды көп мүше болып тұрғанда, неше түрлі резонанстық сондай қызық нелер шығады екен. Соның бірі, мінекей мына суретте көрсетілген. Көрмейсіздер ме? Мынау N, жекеленген мынау тау, мінекей тау 1, тау 2, тау 3, тау 4, мынау тау, жекеленген осындай мәнге жеткен кезде, сол кезде жекеленген мынандай резонанстар болып тұрады. Ол қандай резонанстар? Ол мынау тау тең тау I, Kж тең 2π тау Ж. Осы кездері бір емес, мынандай көп резонанс шығады. Мынау N-ға байланысты. Сол кезде бұл резонанстық, мынау оң жақта көп мүше болып тұр ғой. Соның несі? Көп әсер етуші 2Q көп болып тұр. Соның несіне шығып тұр бұл мәселе. Сол кезде мынау жекеленген NI мына формула бойынша, сонда осы Y формула мынандай қарапайым түрге кетіп қалады. Енді бұл құбылыс, бұны былай деп атайды. Многофакторный резонанс дейді. Көп факторлы резонанс. Бұл да енді, бұның да өзінің мынау радиотехника, электроника, жаңағы приборостроение, микро-макроэлектроника, соның бәрінде қолданысы көп. Енді қазір сіздерге мен былай айтады ғой, бет жағы дейді ғой, бет жағы, шет жағын ғана айттым. Оны әрі қарай ол арнайы кітаптар бар, арнайы теориялар бар, арнайы
ол бір өзі бір ғылымда өзі бір бағыт, үлкен бір сондай тамаша бір үлкен бір шексіз бағыт. Енді оған қазір о жаққа кіріп кетсем шыға алмай қоямын. Ол өзі бір бөлек бағыт. Мен сіздерге мына сол қызықтыру үшін дейді ғой, мына қызықтыру үшін сіздерге осы многофакторный резонанстың мына бет жағын ғана айтып өттім. Оған кіріп кетсем шыға алмай қаламын бүгін емес. Оны талай күн, талай ай айтуға болады. Енді мынау осы бүгінгі лекциямызда қол жеткізген нәтижелер мынау былай деп аталады: гармоникалық функциялардың теориясы ретінде және дифференциалдық теңдеулердің теориясы бойынша шықты. Осы мынау Z формуласына дейін мен сіздерге айтқан материал осы гармоникалық функция және дифференциалдық теңдеулердің теориясы нәтижесімен шықты. Енді осы нәтижелерді екінші бір жолмен шығаруға болады. Мына өзі ғылым деген сондай нәрсе ғой. Ғылым деген өзі бір жақсы қызықты нәрсе. Ғылымның өзінің нелері көп, бағыты да көп, ғылымның бағыты да көп, амалы да көп, әдістері де көп. Айда енді анау әлгі бір космос қалай шексіз болса, бұл да сондай шексіз, өте қызықты, өте терең шексіз болып кете береді. Енді соның ішінде мынау жаңағы главный бір бағыттарды сіздер білу керек. Мысалға, скалерлік функция, теория дифференциальных уравнений, скалерные функции, ол енді бір бағыт. Екінші бір бағыт, мінекей сіздерге мен қысқаша ғана айтып өтем, теория функций комплексной переменной деп атайды. Теория функций комплексной переменной, комплексті функцияның теориясы. Сол комплексті функцияның теориясы соның негізінде де мына ғылымда көп нәтижеге қол жеткізген. Енді онымен қоса векторный тензорный анализ деген бар. Векторный тензорный анализ, ол да мына ғылымда, мына физика болсын, математика болсын, техника болсын, көп нәтижелерге қол жеткізген. Енді мен осы бүгін қазір қысқаша ғана осы қалған бір 10 минутта сіздерге мынау результаты на основе ТФКП дейді қысқаша. Теория функции комплексной переменныйды ТФКП дейді. Комплексті функциясының теориясы. Сонда КТТ болып тұр ғой, қазақша, КТТ. Комплексті функцияның КТТ бойынша осы нәтижеге қол жеткізген сол бір тамаша теория, соны сіздерге қысқаша ғана қалған осы 10 минут айтып өтейін. Мінекей қараңыздар, А дегеніңіз. Мына А дегеніңіз жаңағы күшті комплексный функциямен келтірдік. Мынау X жаңағы функция, жауап, X жауап, ол да комплексный функциямен келтірілген. Мынау сыртқы әсер етуші күш, мынау X, А жаңағы дифференциалдық теңдеудің шешімі. Решение дейміз ғой, решение. Ол да комплексный функция, мынау да комплексный функция. Мінекей мына жерде жазылған, анау комплексті амплитуда, мынау комплексті функция. Енді мінекей осыған сәйкес, мінекей мына енді осы қазіргі айтатын мына нәтижені мен басқа кітаптан айтып отырмын. Ол анау жаңағы бір физиканың кітабы бар, сонда мынау механикалық тербеліске байланысты жазылған. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер ғой, ол енді мысалға айттық қой, анау X U болуы мүмкін, тоқ болуы мүмкін, басқа шама болуы мүмкін, бір теңдеуді екінші теңдеуге түрлендіру ол қиын емес. Жоғарғы университетте оқитын студенттерге, магистрант пен докторанттарға ол қиын емес. Сондықтан, орысша айтқанда, это не важно, в какой форме записано уравнение. Біреуін екіншіге түрлендіре салу оңай. Мынау жаңағы механикадағы қозғалысқа байланысты жазылғанменен, анау жаңағы біздің айтқан теория электрических цепей сондағы теңдеуге өте ұқсайды. Мынау К-ның орнына омега нулевой квадрат жазып қойған, К-ның орнына. Анау 2H-тың орнына гамма жазып қойған. Мына жақта анау әлгі H0 деп тұр ғой, H0-дің орнына мынаны жазған.
енді ол неважно қандай әріппен қай түрде жазылады, оны сіздер анау мазмұнын, смыслын білсеңіздер болды. Жарайды, енді осы б-ға, мінекей, осы б-ға мынау аны комплексті функцияны қоямыз, сол кезде мынау с шығады екен. С шығады. Осыда мынау экспонента и омега т деген екі жақтан соған қысқартамыз. Соған қысқартқанда жаңағы мынау комплекс шешім мынау е деген түрде жазылады. Мінекей, қарап отырыңыздаршы, мінекей, б деген теңдеуді алдық. Оған жаңағы мынау б деген теңдеуге мынау а деген функцияларды қойдық. Сол кезде с шықты, сосын қысқарттық, сол кезде е шыға келді. Сонда мынау теория функций комплексной переменной КТТ, комплексті КФ, комплексті функцияның теориясы КФТ, то есть КФТ. Жаңа алдында сәл қате айттым ғой. Комплексті функцияның теориясы КФТ деп аталады. КТТ емес, КФТ деп аталады. КФТ. Сонда осы комплексті функцияның теориясы бойынша мінекей, мынау комплексті шешім мынау комплексті күш е болып шыға келді. Былай қарасаңыздар, әгі амалды жасау сатысы дейді ғой, амалды жасау сатысы аздау болады бұл жерде. Амалды есепті шығару, амалдарды жасау сатысы аздау болады. Аздау болғаннан кейін, как будто бір жеңілдеу сияқты болып тұрады. Анау әлгі жай гармоникалық функциялардың теориясы бойынша шығарғаннан гөрі, мынау КФТ комплексті функция теориясы арқылы шығарған, былай енді как будто бір жеңілдеу қатты болып тұрады. Бірақ енді ол шын мәнінде жеңілдеу емес, енді бұл үшін жаңағы КФТ-ның теориясын білу керек, оның қасиетін білу керек. Яғни, бірақ енді мына жерде мінекей, дәл мынандай әлгі дәлелдеп дейді ғой, мынандай доказывать етіп, излагать еткенде осылай өте сондай эффективті болып көрінеді, өте сондай тиімді эффективті болып көрінеді. Мінекей е деген шыға келді. Сонда біреу, мінекей, қараңыздар, мінекей, қайда кетіп қалыпта тұр. Мінекей, өтіңіздер. Мінекей, мынау а біреу, мынау б екеу, мынау үшеу, төрт амалменен шыға келді сонда. Енді мына жерде мынау нені, мына f-ті алып тастағанда мынаны r деп белгілесек, сонда ж болып шыға келеді. Сонда мынау ж x комплексті, f комплексті екеуінің арасындағы байланыстыратын r. Енді осы r-дің өзін комплексі деп келтіреміз. R-дің өзін комплексі деп келтіргенде, мінекей мынау h деген шығады. Сосын мына күшті комплекс түрде ашып жазамыз. Мына күш комплекс түрде ашып жазамыз. Мінекей, мынау экспонента и дельта, и омега т, и деп жазылды. Мынау r-ді де комплекс түрде жазамыз. Мінекей, мына жерде мына r-ді де комплекс түрде жазамыз. Сонда қысқасын айтқанда, мына xk шешім, міне x жаңағы біздің теңдеудің шешімі мынау k түрде шыға келді. Енді осы комплексті функцияның жаңағы проекциясын дейміз ғой. Анау x, y осьқа, x осьқа проекциясын алсақ, мына сонда шешім мынау L деп мына түрде шыға келеді шешім. Мінекей. Тамаша, сондай оңай жолмен шығады. Мінекей. Шешім осы түрде шыға келді. Мынау комплекс түрде жазғанда мінекей n болып жазылады. Мынау жаңағы n жаңағы оның әлгі комплексті бөлігі, мынау соның жаңағы комплексті емес, жаңағы реальный часть дейді, реалды бөлігі. Енді осыдан мінекей шешім мына түрде шыға келді. Мынау жаңағы ро, мынау екеуін байланысып тұрған коэффициент қайда кетіп қалды ол? Так. Екеуін байланысып тұрған коэффициент. Мінекей мына жерде тұр ол байланыс, міне ро. Көріп тұрсыздар, мына жерде тұр. Соның кейін қайда тұр? Так, міне мында тұр, бірде тұр, L-да тұр, L. Осы ро мінекей мынандай П деген шамада шыға келеді. Мынау енді көріп тұрсыздар ғой, алдыңызда бүгінгі лекцияда осы анау әлгі лямданы есептегенде мынау ро соған өте ұқсайды. Ұқсағанда почти бірдей. Мынау м деген массаны ғана алып тастаса, сол формула болып шыға келді. Мынау ро. Мынау осы бір бөлінген r, мінекей, соның түрі,
мінекей. Енді мінекей, осы қол жеткізген нәтижеден тәттіңіздер қайсыдан? Мінекей, мынау тағы да қайталайық. Мынау М-нан, мінекей, мынау М деген формуладан, М, Н, О, мынау Q, сосын мына П, сосын мынау R деген формуладан, мына S деген формула шыға келеді. Тангенс мінекей тетта, тангенс тетта, мынаған тең. Осыны фаза-частотный характеристика дейміз. Фаза-частотный характеристика немесе фазалықты жиілікті сипаттама. Фазалықты жиілікті сипаттама. Фаза-частотный характеристика. Мінекей, бұл S деген формула. Енді тағы да қайталап айтам, бүкіл радиотехникада, бүкіл электроникада бұл өте маңызды шама. Фаза-частотный характеристика. Өйткені аспаптарды жасағанда, құралдарды жасағанда, электрониканы жинастырғанда, неше түрлі цифрлық аналогтық құралдарды жасағанда, жобалағанда, осы ФЖС пенен АЖС екеуі өте маңызды. Өйткені ФЖС пенен АЖС дұрыс шықса, ол жасаған аспабың, құралың дұрыс жұмыс жасайды. Ал егерде ФЖС пен АЖС дұрыстап шықпаса, онда анау құрал жұмыс жасамай қояды. Сондықтан мінекей мына суретіде көрсетілген, мінекей мына сурет, мінекей осы ФЖС-тің суреті. ФЖС-тің суреті. Мынау тетта, мынау омега, мінекей формуласы S, суреті мынау, мінекей ФЖС дегеніңіз осы. Айтып отырмыз ғой, бүкіл техникада осы ФЖС-тің рөлі, маңызы өте ерекше. Мінекей мынау ФЖС, мынау жаңа сіздерге айтқан, тағда мынау КФ-ті, мынау ФЖС пенен АЖС, мына жерде ФЖС пен АЖС КФ-тінің нәтижесінде шығып тұр, қайтадан шығып тұр. Мінекей осымен бітті. Бүгінгі лекцияда алдымызға қойған мақсаттардың бәріне жеттік. Осыменен бүгінгі лекциямызды тәмамдаймыз. Енді лекция соңында айтамын, әрине әрбір студент, әрбір магистрант, әрбір докторант мынау кітап бойынша самостоятельная работа дейді. Самостоятельная работа, дербес жұмыс, өз бетімен еркін жұмыс, дербес жұмыс, домашняя работа дейді, үй жұмысы дейді, дербес жұмыс, өз бетінше жаңағы кітаптармен, журналдармен өз бетінше көп тоқып, көп жұмыс істеу керек. Сонда ғана анау материал толық анау жаңағындай меңгеруге болады. Мына жерде әлгі лекцияны тыңдаған, тек қана лекцияны тыңдаған, ол әрине жеткіліксіз. Өйткені ғылым, білім, техника, электроника, мынау приборостроение, бұл дегенің үлкен терең сала, үлкен терең бағыт. Сондықтан оны толық аяғына дейін меңгеру үшін әрине әрбір студент, әрбір магистрант, әрбір докторант көп жұмыс жасау керек. Дербес, өз бетімен, өз еркімен, өз ынтасыменен. Ал енді құрметті менің тыңдармандарым, сіздерге осы бағытта ғылымды, білімді меңгеруде, оқып, тоқып, көп нәрсені білу жолында сіздерге жақсылық пен сәттілік, табыс тілеймін. Аман есен сау бола беріңіздер.